Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге тез оңай дәмді каналы. Бүгін осындай қантсыз құймақ дайындаймыз. Ыдысқа өзімізге қажетті мөлшерде сүт құйып аламыз. Оған 2 жұмыртқаны қосып, жақсылап араластырамыз. Енді дәміне қарай сәл тұз және сода қосамыз. Тағы да араластырамыз. Ұнды осылай видеода көрсетілгендей кішкенеден қосып араластырып тұрамыз. Енді сәл ғана сұйық май қосып, оны тағы да араластырып аламыз. Құймақтарымыз әдемі болу үшін оған осындай ыстық қайнап тұрған судан сәл қосамыз. Міне барлығын жақсылап араластырғаннан кейін бізде осындай сұйық масса шығады. Енді құймақ пісіруге арналған табамызға сұйық май жағып, оны жақсылап қыздырып аламыз. Таба қызғаннан кейін сұйық қамырымызды осылай құямыз. Пештің температурасы менде ортадан сәл жоғары. Осылай құймақты екі жағынан да қыздырып пісіріп аламыз. Піскен әр құймақтың бетіне осылай сары майды жағамыз. Мінекей құймақтарымыз дайын болды, астарыңыз дәмді болсын. Видео ұнаса арнама жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Көріскенше.